Бүгін тез жасалатын қоспасы аз печенье жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ашып аламыз. Кейін қантымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Массамыз аздап ағарған соң, бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Барлық затымыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Массамызды біркелкі араластырып болған соң, 1 шай қасық ванилин қосамыз. Массамызға ұнымызды және қопсытқышты қосып, барлығын үкіштен өткіземіз. Үкіштен өткізіп болған соң, қолымыздың көмегімен қамырын илеп аламыз. Қамыры өте жұмсақ болып шығады. Дайын болған массамызға шоколадный капельки немесе қалауыңызша кез келген сухофрукты қоссаңыз болады. Дайын болған пряниктерді пергамент төселген қағаздың үстіне осылай видеодағыдай етіп, әр бөлікті 30 граммнан бөліп аламыз және домалақтап арасын ашып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Пряниктеріміз дайын. Отбасыңызды дәмді пряниктермен еркелету үшін дәл осы рецепт сізге қажет. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын!